Украина елінің Киев қаласының дәл ортасында мінекей Қазақстанның гимні ойнап жатыр. Ал керек болса, мінекей Украинаның қыздары қамажай биін билейін деп жатыр. Армысыздар, құрметті ағайын, құрметті қазақ елі. Бүгін мінекей қазанның 25-і, ал Қазақстанның республикасы күні құтты болсын деп айтап отырып, мінекей біз осында Украина елінде Киев қаласында жүріп, мінекей бауырсағымызды пісіріп жатырмыз. Мынау менің екінші ұлым, жаңа мынау қамырын тасып алып келіп, мінекей қуырып жатыр бауырсағымызды. Ал енді сәлден соң үйде Сәулемен үлкен ұлым екеуі кесіп жатыр, қамырды илеп кесіп жатыр. Сонан соң осы Киевтің уақытысымен сағат 1-лерде киіз үйіміздің қасына барып, осы бауырсағымызды таратамыз. Ал енді бәріміз аман болайық, еліміз, жеріміз тыныш болсын. Слава Украине, алға Қазақстан! Украина елінің Киев қаласының дәл ортасында мінекей Қазақстанның гимні ойнап жатыр. Киіз үйіміздің қасымызда. Не қыл дейміз? Слава Украине, алға Қазақстан! Дівчата, ласкаво просимо. Ал керек болса, Украинаның қыздары қамажай биін билейін деп жатыр. Құрметті ағайын, мінекей Украина елінің Киев қаласының дәл орталығында мінекей Украинаның қыздары қамажай биін билеп жатыр. Мінекей қандай керемет! Мынау Шевченко паркі, мынау біздің киіз үйіміз. Анау тұрған менің балам. Ар жағындағы біздің жалау, Қазақстанның жалауы, көрмейсіздер ма? Қандай құрмет! Ал енді менің жерлестерім, көп рахмет сіздерге. Өткен жолы қаншама ақшалай көмектесіп, сол ақшаларыңызға қанша біз Херсон облысында, қаласына қанша қол ұшымызды беріп, көмегімізді беріп, барлықтары рахметін айтып, неге алғыстарын айтып, бізге
бізге көрсетіп отқан қошеметтері. Өте тамаша, адамның денесі түршігетін дейді. Соншама Украина елінің Киев қаласының орталығында мінекей Украинаның әдемі қыздары біздің тамаша биімізді билеп, тамажай биін. Мінекей ауылда жүргендей, елде жүргендей болып тұрмыз осырғанда. Браво! Вигуки браво. Дівчата, я гадаю, треба вийти поклонитися. Народ хоче. Відпустіть їх на трішки. Так? Ми ще помилувалися, окрім, звісно, танцювального мистецтва, хореографії, ще ось такими прекрасними самобутніми костюмами Республіки Казахстан, дружнього казахського народу. Так, супер. Там уже хлопці